Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сынып қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбеков жусан иісі зират басында. Оқу мақсаты: көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Ендеше оқушылар, миға шабуыл әдісі бойынша өткен сабақтарды еске түсірейік. Бірінші сұрақ: Сайын Мұратбеков кім? Екінші: шығарманың басты кейіпкері кім? Үшінші: Аян қандай бала? Төртінші: Аянмен тағдырлас балалар бар ма? Міне осы сұрақтарға ауызша дыбыстық толқын арқылы WhatsApp желісіне жауап беріңіздер. Дұрыс айтасыздар балалар. Сайын Мұратбеков 1936 жылы 15 қазанда бұрынғы Талдықорған облысы Қапал ауданына қарасты Қоңыр ауылында дүниеге келген екен. Қазақтың көрнекті жазушыларының бірі. Және оқушылар, сіздер жусан иісі шығармасымен таныс болдыңыздар, және мұндағы басты кейіпкер деп өздеріңіз Аян туралы айттыңыздар. Ендеше осы Аянның прототипі Науқан Керімов екен. Сайын Мұратбеков бұл шығармасының желісін өзінің балалық шағынан алған екен. Демек, соғыстан кейінгі ауыл балаларының тағдыры суреттеледі. Аян, яғни Науқан Керімов, бүгінде Ескелді ауданының Ақын Сары ауылында тұрады. 1937 жылы туылған екен. Оқушылар, сіздер жусан иісі повесін толық оқыдыңыздар, шығарманың мазмұнымен таныс болдыңыздар. Дұрыс айтасыздар, бұл шығармада Аянның ауыр тұрмыс жағдайы, Аянның өмірбаяны суреттеледі, балалар? Соғыс кезіндегі қазақ ауылының жағдайы, және ең алдымен Аян өзінің шешесінен айырылады, одан кейін әжесінен айырылады, өзіне қамқор болып жүрген. Бұл тұста Аянның өте батыл, өте мықты, ержүрек бала екенін аңғаруға болады. Себебі әжесі қайтыс болған уақытта зират басында барлық адам Аянның көзінен жас шықпай өз-өзін ұстауына қатты таң қалады, балалар? Міне, Аянның әжесі қайтыс болғаннан кейін оны Бапай атты туысы қамқорлығын алады, бірақ қамқорлық көрсетпейді. Керісінше түртпектеп Аянның жағдайы одан ары қиындай түседі. Одан кейін майданға кеткен әкесінен қара қағаз келеді. Міне осылайша өте мінезі жайлы, тез тіл тапқыш Аян өзінің ауылдағы достарынан үнемі ертегі айтып беретін, өзіне сырлас достармен қимай қоштасып, қаладағы балалар үйіне жіберіледі екен, балалар? Ендеше тапсырмалар орындауға көшейік. Қос жазба күнделігіне шығармадан әсер еткен үзіндіні жазыңыздар. Оқушылар, бұл шығарманы оқу барысында әрбір оқушыға әсер еткен үзінді болды деп ойлаймын. Міне, осы әсер еткен үзіндіні жазып, және өз ойларыңызды білдіріңіздер. Келесі тапсырма, 8-ші тапсырма. Аянның көңіл күйін білдіретін үзінділерді талдаңыздар. Қарамен жазылған сөздерге назар аударыңыздар. Үзінділер беріліп тұр, және сол сәттегі Аянның көңіл күйі және себебін анықтайсыздар. Келесі тапсырма. Жусан иісі шығармасына композициялық құрылымы бойынша талдау жасаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.